Бәріне сәлем. Бүгін бізде ондық бөлшектерге амалдар деген тақырып сіздермен бірге мәді парида. Анықтамасына тоқтала кететін болсақ, ондық бөлшек бізде бөлшек бөлімі 10-ға, 100-ге, 1000-ға, яғни оның дәрежелеріне тең болатын бөлшек. Ондық бөлшек үтір арқылы жазылады. Үтірдің сол жағында бүтін бөлік, оң жағында бөлшек бөлік болады. Мысалдармен толықтыра кететін болсақ, 7 бөлінген 10 бізде ондық бөлшек, және оны өтірмен жазатын болсақ, бізде 0,7 болып жазылады. 35 бөлінген 100, дәл солай 0,135. Үтірдің алдында бүтін сан, үтірден кейін бөлшек сан жазылады. Үтірден кейін қанша цифр тұратын болса, сан дәл сондай оның дәрежесіне бөлінген. Әрі қарай бізде ондық бөлшектерге қолданылатын амалдар. Бірінші бізде қосу амалы. Оны орындау үшін біз үтірдің астына қойып, қажет болған жағдайда оң жаққа нөлді қосып, бағанмен қосатын боламыз. Екінші мысалға мән беретін болсақ, 9,100-ден 2 қосылған 4,100-ден 28. Байқап тұрғандарыңыздай, нүктенің астына нүкте сәйкес келіп тұр. Әрі қарай дәл бағанды қосу есептері сияқты шығаратын боламыз. 2 қосылған 8 бізде 10, ойда 1, 0 қосылған 2, 2, ойдағы мен 3, 9 қосылған 4 бізде 13-ке тең, ал 4 тура астына түсетін болады түзу. Сонымен жауабымыз 13,130-ға тең. Азайту амалы да тура қосу амалына ұқсас. Үтірді туралап, ал үтірден кейін сан болмаса, оған 0 қосып, бағанмен азайтатын боламыз. Бірінші мысалда бізде 56 азайтылған 0,137 деген есеп берілген. Көріп тұрғандарыңыздай, 56-тан кейін бізде сан жоқ, яғни бөлшек жоқ. Сол себепті өзіміз нөлдер қосатын боламыз. Енді ары қарай тура баған түрде шығаратын боламыз. 10-нан азайтамыз 7, 3, 9-дан азайтамыз 3-ті 6, қарсыға алған 1-ді алып тастаған кезде 56-тан 55 түседі. Ары қарай көбейту амалына келетін болсақ, үтірді елемей барлық үтірлерді алып тастап, бүтін сандар ретінде көбейтеміз. Содан соң нәтиженің соңында үтір қою үшін бастапқы 2 санның үтірден кейінгі цифрларды санайтын боламыз. Алда бізде 0,7-ні 0,3-ке көбейту керек. Оларды біз жеке-жеке 7 және 3 ретінде бүтін сандар ретінде қарастырамыз. Яғни 7-ні көбейтеміз 3-ке, бұл дегеніміз 21-ге тең. Енді үтірден кейін қанша цифр бар екенін санаймыз. Бізде 0,7-те біреу, 0,3-те біреу, яғни 2 цифр бар. Яғни үтірді біз алдыға 2 рет жылытамыз. Сонда бізде 0,7 көбейтілген 0,3-тің жауабы 0,121. Ал бөлу үшін екі жақты өзімізге ыңғайлы қылып, оның дәрежесіне көбейтіп аламыз. Төртінші мысалда бізде 0,184 бөлінген 0,100-ден 8 өзімізге ыңғайлы болу үшін алымын бірінші бүтін бөлшекке келтіретін боламыз. Ол үшін біз оны 1000-ға көбейтеміз, нәтижесінде 184-ті аламыз. Дәл солай 0,100-ден 08-ді 1000-ға көбейтетін боламыз. Бұл жерден біз 80 санын аламыз. Қарай кәдімгі баған түрде шешім қабылдайтын боламыз. 184 бөлінген 80. 184 бөлінген 80. Бірінші 2-ден беріп көреміз. 160 азайтсақ 24 қалады. Ары қарай бүтін келмейді, бөлшекпен жазамыз өтірден кейін. 3-тен береміз, сонда ол үшін 0 жазғаймыз. 240 азайтылған 240. Сонда бізде жауабы 2,3. Ондық бөлшектердің бір түрі бізде периодты бөлшек. Бұл дегеніміз белгілі бір орыннан бастап, периодты түрде қайталанып отыратын цифрлардың белгілі бір тобынан құралатын шектеусіз ондық бөлшек. Мысалы 2,4, 16, 16, 16 деп жалғаса беретін болса, біз оны қысқаша 2,4 және жақша ішінде 16 периоды деп жазатын боламыз. Бірінші мысалдан көріп отқанымыздай 0,222 тең болады 0,2 период. Сандағы қайталана беретін санды біз оның периоды ретінде аламыз.
Осы периодты бөлшектің қандай сандардың бөлінісі екенін табу үшін бізде арнайы бар. Соны біз қолданып мысал ретінде бір есеп шығарып көретін болсақ, мысалға 3,7 және периоды 5 болатын болса, біз оның қандай сандардың бөліндісі екенін тауып көрейік. Формулаға салып бастайық онда. Бірінші бүтін бастаймыз. Одан кейін жақшаға бүтіннен басқа сандарды жазамыз, одан азайтамыз. Жақшаның алдындағы санды бөлеміз. Жақша ішінде қанша сан болса, сонша 9-ға. Жақша мен үтірдің арасындағы сан қанша болса, дәл сонша 0 жазатын боламыз. Енді осы есепті ары қарай толығымен шығарып көрейік. Бұл тең, бізде ортақ бөлім береміз 90. Сонда бізде 270 азайтылған 68 бөлінген 90. Яғни бұл дегеніміз 338 бөлінген 90. Бұл егер бөліп көретін болсақ, бұл дегеніміз 3,7,5,5,5 деп ары қарай қайталана береді. Біздің тақырыбымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.